Армысыздар, геологиялық барлау колледжінің студенттері. Біздің ашық тәрбие сағатымыз экологиялық тәрбиелеу бағытында. Яғни бүгінгі тақырыбымыз экологиялық өмір салтының ережелері. Экологиялық тәрбиенің негізгі мақсаты ол жастардың экологиялық көзқарасын, санасын, табиғатқа деген үлкен парасаттылығын, жауапкершілігін, қарым-қатынасын қалыптастыруды айтамыз. Осы тәрбие арқылы адамның мәдениеттілік сезімі, экологиялық санасы қалыптасады. Экологиялық тәрбиенің басты екі міндеті бар. Біріншісі ол өмірде және нақты іс-әрекетте экологиялық білімді қолдана білу және іскерлікке тәрбиелеу. Екіншісі табиғатты қорғау және өзгерту байланысты оқушылардың жаппай қоғамдық пайдалы еңбекке қосуын айтамыз. Оқушылардың экологиялық білімінің белгілі жүйесін игеру, табиғатты қорғауы, жер байлығын тиімді пайдалану, экологиялық мәдениетті жетілдіріп, дүниетану көзқарасын қалыптастырады. Человек привык жить в комфорте. В домах есть электричество, вода и тепло. Для обеспечения таких условий используются природные ресурсы. Такая идея экологического образа жизни связана с бережным отношением к природе в первую очередь и направлена на экономию природных ресурсов. Каждый человек, то есть каждый из нас, может внести свой вклад в сохранение окружающей среды, выполняя только определенные правила. Экологиялық өмір салтының барлық ережелері бірнеше негізгі мақсаттарды көздейді. Энергияны үнемдеу, суды үнемдеу, қалдықтарды азайту. Неліктен? Бұл біздің планетамыздың экологиясы үшін өте маңызды. Электр энергиясын өндіру үшін қалпына келтірілмейтін табиғи ресурстар жұмсалады. Жылу электр станциялары атмосфераға үлкен мөлшерде көмірқышқыл газын шығарады. Гидроэлектр станциялар өзендердің табиғи ағынын өзгерте отырып, бүкіл экожүйені бұзады. Атом электр станцияларының қаупі және радиоактивті қалдықтарды жою проблемасы айқын. Ауыз суға келетін болсақ, экологтар жақын арада оның тапшылығын сезінеді, тіпті су үшін соғыстарды да болсайды. Қазірдің өзінде планетаның көптеген аймақтарында адамдар ауыз су тапшылығынан зардап шегуде. Что может сделать один человек, чтобы внести свой вклад в исправление ситуации? Меня зовут Мара Арина, я студентка группы ОСВД1. Пожалуйста, представься. Я Давид Казабра, я студент группы ОСВД1. Сейчас я дам тебе пару вопросов. Пожалуйста, ответь. Что ты сделал для оздоровления окружающей среды? Я пока что не начал этим заниматься, но доходят слухи о том, что наш город хочет заключить контракт с компанией, которая поможет нам избавиться с проблемами загрязнения окружающей среды. Спасибо. Как ты считаешь, что сегодня надо делать в первую очередь, чтобы сохранить наш город экологически чистым? В нашем городе замечается загрязнение воздуха из-за предприятий. Я думаю, надо сокращать выбросы, так как эти предприятия потребляют слишком много энергии и выделяют очень много отходов. Хорошо, спасибо. Здравствуй, представься, пожалуйста. Я Вика Стенин, группа ОСВД1. Хорошо, я задам тебе пару вопросов. Первый из них, это интересует тебя вопросы экологии. Да, из-за этого я поступила на эколога, и это сейчас оптимальная проблема, и Земля нуждается в экологах. Хорошо. Что является главным фактором загрязнения окружающей среды, по твоему мнению? Человек и действия, деятельность. Хорошо. А какие примеры ты можешь привести в деятельности? Заводы, машины. Мусор. Хорошо, спасибо. Здравствуй. Представься, пожалуйста. Я Исмамбетова Айдана, я из группы ОСВД1. Я также задам тебе два вопроса. Какие главные проблемы экологического неблагополучия нашего края? Бытовые отходы. Хорошо. Кто, на твой взгляд, в первую очередь должен заниматься решением экологических проблем? Каждый человек, так как он живет в этом окружающей среде. Хорошо, спасибо. Здравствуй, представься, пожалуйста. Да, мен ГК налегіз топ студенті Неспания жазғым. Что такое экология? Экология деген ол бізді қоршап жатқан табиғат. Хорошо. Как ты думаешь, как можно улучшить окружающую среду и экологию?
экологияны егер де жақсартқың келсе ең алғаш өзінен бастау керек, яғни ол табиғатты тазалап өз артынан, мысалы сен пикник дейді ғой, соған барсайсың, артындағы өзінің былайша айтқанда мусор дейді ғой, соның артынан тазалап жүру қажетсің. Хорошо, спасибо. Здравствуй, представься, пожалуйста. Меня Шевченко, экономик Катаус. Какое применение ты нашел бы старым нужным вещам? Мысалы шыны бутылканасы. Шыны бутылкалы жерге 500 жыл сіңірсе, біздің әлем ұстаймызсек, ол мусор яғни қоқысқа қойып, біз оны мысалы бұйым жасап болады, немесе өткізетін жерлерге өткізіп, олардан ақша алып болады. Хорошо, спасибо. Электроэнергией людей обеспечивают гидроэлектростанции и атомные станции. Строительство первых меняет огромные участки земного ландшафта, уничтожая растения, животных, насекомых. Атомные сооружения с отработанным радиоактивным топливом представляют опасность другого типа. Правила экологического образа жизни предполагают экономию электроэнергии. Как это исполнять в жизни? Следует выполнять несложные действия. Не покупайте лампочки накаливания. Во всем мире уже давно перешли на энергосберегающие или светодиодные лампочки. Однако у нас до сих пор самый распространенный выбор – лампочки накаливания. В первую очередь из-за более низкой цены. Но нужно учитывать следующее. Они используют больше электроэнергии в 3-5 раз, а служат гораздо меньше, чем экологичная альтернатива. Выбор в пользу энергосберегающей или светодиодной лампочки точно окупится. Су қорын үнемдеу аса маңызды мәселе. Бұл туралы елбасы өзінің Қазақстан 2050 стратегиясында қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты деп аталатын жолдауында да нақтылап айтып кеткен. Жалпы су тапшылығы қазіргі уақытта әлемдік проблемаларға айналуда. Алдын ала жасалған болжамдарға сүйенсек, 2025 жылға қарай тұщы су тапшылығы 1,3-2,0 триллион текше метрге жетуі әбден ықтимал. Соның барлығын саралай келе, халықаралық сарапшылар 2030 жылдары планета тұрғындарының 47% тұщы су жетіспеушілігінен зардап шегетін алға тартады. Бұл үрейлендіру үшін айтыла салған мәліметте емес екендігін соңғы жылдары айқын аңғарылуда. Ендеше Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунның айтуы бойынша, әлем тұщы су үшін соғыс жағдайына жақындады деп атап көрсетуі де сондай қауіп-қатердің мәнін барынша аңғартса керек. Жалпы жаһандық ұйым бас хатшысының алаңдаушылығы бекер емес, оны халықаралық сарапшылардың зерттеулері де нақтылай түсетіндей. Осыған орай Біріккен ұлттар ұйымы суды үнемді пайдалану қажеттігі жөнінде арнайы бағдарламалар қарастырды. Мысалы, шетелдерде болғанда байқап жүретініміздей, әлемнің бірқатар елдерінде мейрамханалар мен қонақ үйлерінде, қоғамдық орындарында суды ысырапсыз пайдаланбаңыз, суды өшіруді ұмытқан жоқсыз ба деген тәрізді парақшалар көптеп кездеседі. Бұл әрбір азаматты суды тиімді әрі ысырапсыз пайдалануға үйретудің бірден бір жолы. Ал бізде жағдай мүлде басқа. Суды ысырап етудің салдарынан шығын да көп. Сондықтан біздің тұрғындарымыз да, ауыл шаруашылығы еңбеккерлері де суды тиімді пайдаланудың жолдарын қарастырғаны мақұл. Чтобы экономить воду, нужно не допускать, чтобы она лилась из крана бесполезно. Стараться меньше тратить воды. Для контроля за ее потреблением использовать счетчики. Выключить воду, когда чистите зубы, бреетесь, намыливаете тело. Чаще использовать душ, чем наполнять ванну. Приобрести кран с аэратором, который наполняет струю пузырьками воздуха. Экономия воды поможет сберечь не только природные ресурсы, но и собственные финансы. Мусор. Мусор – это отдельная тема. Бескрайние мусорные свалки выглядят ужасающе. Сейчас строятся заводы по переработке мусора. Рядом с обычными баками во дворах появились контейнеры для пластика. В магазинах есть пункты сбора использованных батареек. А экологи внимательно следят за различными производствами, чтобы те не загрязняли природу отходами. Ведь они же обязаны сами контролировать отходы своей деятельности. Қазақстан Республикасының энергетика министрлігі және жергілікті әкімшіліктер шағын және орта бизнес субъектілерін тарта отырып, тұрмыстық қатты қалдықтарды утилизациялау және өңдеу бойынша шаралар кешенін әзірледі.
Жыл сайын Қазақстанда 5-6 миллион тоннаға жуық қатты тұрмыстық қалдықтар түзіледі. Қазір елімізде қалдықтарды сұрыптап өңдейтін 130 кәсіпорын бар. Былтырғы жылдан бастап пластмасса, макулатура, картон, қағаз қалдықтары мен шыны қоқыс полигондарында жерлеуге тыйым салына бастады. Үйдегі күнделікті тұрмыстағы қалдықтарды жеке-жеке жинау арқылы сіз күнделікті тасталатын қоқыстардың мөлшерін, өңделмей полигондарда таудай болып үйіліп жататын қоқыс үйінділерінің көлемін азайта аласыз. Көп түкірсе көл болады. Барлық азамат қоқысты сұрыптауға тиісті назар аударса, қоршаған ортаға зиянымыз азаяр еді. Ормандардың шабылуына, мұнайдың қауіпті өндірісінің кемуіне, климат өзгерісіне әкелетін әсердің азаюына, жан-жануарлар әлемінің құтқаруға, бір сөзбен айтқанда табиғат апатының алдын алуға септігін тигізер еді. Бұл шара бойынша қалдықтарды өңдеу үлесі 2030 жылға қарай 40%-ға, ал 2050 жылға қарай 50%-ға дейін ұлғаюы керек. Жақсы, бұл ауқымды шаралар делік. Жергілікті, қалалық, аймақтық, тіпті мемлекеттік тұрғыда жасалатын дүние болар. Ал сіз қоқыстардың азаюына, экологияға, қоршаған ортаға тигізілетін зиянын азаю үшін не істей аласыз? Чтобы сократить количество мусорных полигонов, следует сортировать мусор, отдельно сдавать бумагу, пластик, стекло и прочий мусор, находить новое применение старым вещам. Прежде чем выбросить устаревшие или надоевшие вещи, подумайте, не могли бы вы найти им новое применение. Листы с напечатанным на них текстом могут послужить сырьем для оригами. Из старых трикотажных маек получится симпатичный коврик, который займет свое место у дверей. Вещи, которые надоели, можно перешить. Даже если вы испортите вещь, вам будет не так жалко, ведь вы все равно собирались ее выбросить. Одежду также можно отдавать нуждающимся. Из ненужных коробок можно мастерить с детьми поделки. Это будет полезно для ваших отношений с ребенком и для его развития. При изготовлении поделки из бросового материала развивается творческое мышление и мелкая моторика. Еще несколько полезных советов. Экологи призывают реже пользоваться средствами бытовой химии. Лучше использовать менее опасные средства, например, пищевую соду, горчицу, хозяйственное мыло. Эти варианты в разы дешевле и безопаснее. Следует покупать продукты местного производства. Чем меньше расстояние, которое преодолел продукт на пути к вашему столу, тем короче его транспортный след и меньше выбросы выхлопных газов. Реже пользуйтесь личным транспортом в пользу общественного. Чем меньше автомобилей стоит в пробке, тем меньше отработанных продуктов горючего уходит в атмосферу. Если позволяет время, пройдитесь пешком по магазинам. Это также будет полезно для вашего здоровья. Прошло ведь то время, когда можно было легкомысленно относиться к состоянию окружающей среды. Заботу об экологии в наше время нельзя называть модным брендом. Это объективная необходимость, которую начинают понимать все. Заботясь о сохранении окружающей среды, люди могут продлить комфортное существование на нашей планете на долгие годы.